Seni çok sansın. Hoş. Gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. Gitmiş. Aydın! Aydın!
бауырлабас. Айдың ұлы бөтенсі. Сыртқа тебілді шығар. Содан кейін отбасымның шатасылмасын деп аяғым енді ғана апыл-тапыл басқан бекіні нәрестені осында өз қолыммен жетімдер үйіне әкеп тапсырып еді. Жетім бала күні дейсің. Күн босқа. Ол бала қайсың ба? Қайсың ба айтыңызшы? Ол кім? Ол бала кім? Қайсың ба? Кім ол? Ол бала. Сенсің. Иә, сол бекіні нәресте сен болатынсың. Жоқ, Хадиша ба? Хадиша ба жоқ? Мен? Жоқ, мүмкін емес. Мен болу тіпті мүмкін емес. Жоқ, мүмкін емес. Сабыр балам, сабыр. Хадиша сіз менің анамды да, менің әкемді де автомобиль апатынан, Хадиша автомобиль апатынан өткізген ғой. Солай деп айтуға тура келді. Өйткені сен уайымсыз қайғысыз өссін дедім. Адам жете алмаған арманға сен жетсін деп атыңды да арман қойдым. Ал енді дәл бүгін сол сұмдық шындықты неге айттыңыз? Неге, Хадиша ба? Онда өзі көріп білмеген опасыз әкесі бар. Өз анасы жұтып барып өмірге келген шала жетім, құмыршы қапталғанша. Қиялында қардақты да мейірімді, әке шешесіне деген махаббаты, сағынышы бойына қуат беріп алға қарай жетелеген. Ал жетімхананың басшысын өзінің анасы санап, оның өзге балалардан қызғанып келген. Таза жетім, тас жетім болып жүргенің әлі қайда артқан ешмеді, Хадиша ба? Әлі қайда артқан ешмеді? Жыла оğlum. Қысылма, жыла. Саған әркестескен сайын өзімді бір қылмыскердей сезініп жүрдім. Саған қалай айтудың ретін таба алмай жүрдім. Қанша айтайын деп болмады.
Қалай болғаны? Неліктен бұлай болды? Жетпек болған мақсат. Шықпақ болған биігім қайда барды? Оның жолда түсіп, медицина саласынан үлкен жаңалықтар енгізетін демедім. Сол үшін сүйгенім. Айгүлімнен тіпті анама құрсауының шықпаған естідім. Өз баламның бас тарттым емес. Ал мен ішім. Ақыры не болды? Яғылым жоқ. Яғылым жоқ. Уайғаның қубасы болып тұрғаным мынау. Рас. Елден қалмаймын деп кәсіпкерлікпен айналыстым. Мен міндеген бизнесмендердің қатарына қостым. Өзгемен қызғаным. Қызғана да қарайды. Көргені ақылы сай. Жұбайым да бар. Бірақ 20 жыл өтті. Ұлым, ізбасым жоқ. Алла тағала дүние байлықтың барлығын үйіп төгіп берген бе? Bir ғана шақалаққа зар қылып қой. Шыр. Әкелдің жалғыз қалған жетім едім. Енді өмірімді жалғастырады. Ұрпағым да жоқ. Сонда, мына дүние байлықтың барлығын иттей болып кірішін жинап. Жүрегімді кесін бәрі. Не болған қас сен айтты. Тап қазір не болған естуім керек.
Okumayıp, şimdi ülkemiz beni kanıma sığmaydı bu. Daha bir yıldır açısını öpene. Ha Şerif, gel beni matematik alalım. Ne seni gözetmeyi kalkalı durayım. Gel aynen aynen. Kıvırcasın babana kırın. Hazır hazır. Oğlum. O yemin anda iyi misin? Ağırmayı ondan ülkemiz buldu. Çok bana. Ay kanday boyu solaya kat olsun. Gözü kokun be. Bas tatlı tatlarınızı mesut. Hakkın mı? Onday kelime kızlık mı gömben nicetsiz falan. Bırak o kuşkuları. Onday kız bu çünkü kelime çok. Öyle sonra. Tatlıda da ve. Ayağım. Oğlum senin. Akim. Çocuk Akim'in akisi. Atan. Eşeğin var mı? Ay sıvı değilsin. Ben özüm şey demelerim. Emelelerim çıkardı. Balam. Yagasına tabelecek kadar sıkıntı edelim. Çok balam. Ol sözüne diye kosunmayın. Sen de sürkümde demelileri var. Ömrün arkadaş Allah'sına atalım. Demelileri var atak şey. Eş kaşan döküldü balam. Vallahi atak şey. Uzakta sayın. Vallahi ömürde Allah'la karşılaşma. Barışılan da kalsarı olumcu bir günah alanlar var. Altta tüfü tecrübeli benim. Daha hızlı bir günah alanlar. Öyle sorar bana.
батырың болады деп неге сұрамайсың? Қандай керемет балалар. Аян. Дәуке, апасынан шығып кеткені не? Қатты қорқыттың ғой. Дәуке, Дәуке, Ажан, атпастан Кет шығып қалғанбыз. кеткені не? Аян-баян дегендері кім тұрды? Ажан, қазір екеуміз балалар үйіне барамыз. Талғап та таңдап та жатпастан бір бет ішінде аламыз да қайтамыз. Дәуке, мен түсіндім. Иә, Алламыз, барамыз. Бірақ аса демал болсаншы. Жоқ, Ажан, демалу ешқайда қашпас. Тап қазір барамыз, Ажан. Кеттік жүр. Тап қазір барамыз керек. Дәуке, Тап қазір барамыз керек. Дәуке, қайташы, Дәуке. Ай, Ажан, сен тыста күте тұр. Сені көзі өткендігідей тағы бермей қойып жүреді. Дәуке, айтқан тыңдамайсың. Тек өзіңе абай бол. Сезімге тым берме. Әне, Жарайды.